Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. 2030 жылы соғыс болады. Бұл менің сөзім емес, бұл сөзді ойдан шығарған жоқпын. Мұны парламент депутаты Ермұрат Баби ресми түрде мәлімдеді. Алдымен видеоны бастамас бұрын өзімнің тұрақты көрермендеріме, қолдап демеп жүрген көрермендеріме ерекше алғысымды айтқым келеді. Сіздердің қолдауларыңыз бен демеулеріңіздің арқасында біз күннен күнге дамып, халыққа пайдалы ақпараттарды жеткізіп жүрміз. Сонымен, мәжілістің депутаты не себепті бұлай айтты? Бұл жиын тойда немесе дастархан басында отырып айтыла салған әңгіме емес. Сол парламенттің өзінде мәлімдеме жасады. Айдың күннің аманында депутаттың осыншама айқай салуының сыры неде? Ол қандай қауіпті көріп отыр? Бұған және Ресейдің қандай қатысы бар? Ендеше тарқатып айтып берейін. Депутат Баби Қазақстанның Украинамен салыстырғанда қорғанысқа әлдеқайда аз ақша бөліп отырғанын айтып, мұның тым қауіпті әрекет екенін жасырмады. Қорғанысқа аз ақша бөлудің себебі бұл бюджеттің тапшылығы деп отырған министрлердің сөзі депутаттың әбден ашуын келтірді. Депутат былай деді: бюджеттегі тапшылық кепкен тулақ сияқты дүние ғой, ешкінің кепкен терісі сияқты. Былай тартсаң былай жетпейді, былай тартсаң былай жетпейді. Екі жаққа тартсаң жыртылып, айырылып кетуі мүмкін. Егер біз геосаяси тәуекелдерді есепке алсақ, осы тапшылықтың бәрі түкке тұрмай қалады. Сондықтан мен ұлттық экономика министрлігінен сұрайын дедім. Қорғаныс саласына бөлінген сома көрсетілді. Бірақ бұл сандар бізге еш нәрсені көрсетпейді, Украинадағы жағдаймен салыстырғанда. Жалпы ішкі өнімнің қанша бөлігін қорғаныс министрлігіне бөліп отырсыздар деп сұрады депутат Ермұрат Баби. Алайда мұндай бюджетпен 2030 жылға қарай соғыс қаупі төніп тұрғанын да жасырмады. Осындай бюджет жетпеді деген сылтаудың құны көк тиын болып қалатынын да сол жерде отырғандарға нақтылап айтты. Депутат былай деді: биылғы бюджетте 0,8, келесі 0,14% дейсіз. Бұл не қаржыландыру? Кім жауап береді? Қорғаныс министрлігі қазір біздің қауіп қатер мынау. Мамандардың есебі бойынша 2030 жылы соғыс болады. Сондай тәуекел бар. Ол тіпті біздің қорғаныс ведомствосындағы сондай болжам бар. Әлемдік сарапшыларды есепке алмағанда, осындай жағдайда біздің қорғаныс саласына 0,14% бөлу деген бұл не? Не заговор бұл? Қайдан шыққан есеп бұл? Біз мұны әлі көтереміз, деді ашуға булыққан мәжіліс депутаты. Расында да министрліктің бюджет тапшылы деп қу шөппен аузын сүртіп отырған әңгімесі мұның соңы жақсылыққа апармайды еліміз үшін. Біз соншалықты жалғыз материкте бір өзіміз тұрып жатқан мемлекет емеспіз, мысалы Австралия сияқты. Тіпті Австралияның өзі тұтас материкте өзі орналаса тұра бюджетіне мұндай қаражат бөлмейді. Біз алпауыт Ресей мен Қытайдың ортасында отырған мемлекетпіз. Екеуі де алпауыт мемлекеттер. Оның үстіне Ресейдің қас-қабағы қалай құбыларын тіпті болжап біле алмайсың қазір. Осынау алмағайым заманда өмір сүріп отырып, ең бірінші еліміздің қауіпсіздігіне салғырт қарау деген депутат айтпақшы әлдебір адамдардың жымысқы заговор емес пе екен деп ойлаймын кейде. Қалай ойласаңыз да Кремльдің ауық-ауық біздің елімізге қатысты жалпы орталық Азия мемлекеттеріне шағып сөйлеп, улы тілмен түйреп өтетін әңгімелері, айдың күннің аманында шүйлігіп айтқан сөздері бұл жақсы емес. Қазір көріп отырсыздар, Украина мен Ресейдің арасындағы соғысқа байланысты Украинаның Зеленский бастаған үкіметтің, мемлекеттің бөліп отырған қаражатының қасында біздің Қазақстанның 1%-ке де жетпейтін қаражат құюы ұлттық қорғанысқа. Бұл тіпті ойыншық болып қалады, ойнамай қалады Украинамен салыстырғанда. Жалпы түсінгендер түсінді, түсінбегендер кейін өкініп қалмаңыздар, себебі ол кезде өкінгенмен тым кеш болып жүрмесін. Қорғанысқа дайындалатын уақытты жіберіп алмайық, осы өкініштен өзегімізді өртеп, бармағымызды шайнап отырмайық ертең. Бізге қазір Украина мен Ресейдің арасында болып жатқан, осы әлемнің назарын аударып отырған қырғын соғыс бізге қорғанысқа қаражатты молдап бөліп, еліміздің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге беріліп отырған үлкен мүмкіндік сияқты, үлкен тарихи уақыт сияқты. Осынау тарихи уақытты жіберіп алмайық. 300 жыл бойы отар мемлекет болып, сонау аштық, қырғын, соғыс, неше бір көтеріліс, репрессияны бастан кешіп, әзер дегенде тәуелсіздік алған мемлекет үшін еліміздің қауіпсіздігіне бұлай салғырт қарау деген мен айта алмаймын тіпті. Бұның артында кімдер тұрғанында тіпті. Сөз соңында мына бір сөзді айтуым керек. Тарихшы ретінде де, жалпы еліміздегі осындай мәселелерге өз ойымды жеткізіп жүрген азамат ретінде де. Себебі үнемі мен білесіздер, бір болып жатқан қазіргі тарихи саяси құбылыстарды қарай отырып, өткен тарихпен байланыстыра отырып, бір шешімін ұсынамын. Тұтас Еуропаны жаулап, яғни тіпті тұтас Еуропаны жаулауға сәл-ақ қалған Наполеон бар ғой, қаншама мемлекетті, ондаған шағын кішкентай мемлекеттер емес, қаншама алпауыт мемлекеттердің тізесін бүктірген Наполеонның өзі былай деген еді: өз әскерін асырағысы келмейтін халық біреудің әскерін асырауына тура келеді. Яғни өз әскерін асырауға ерініп отырған, өз әскерін асырауды қиын көріп отырған мемлекет ертең біреудің әскерін асырайды. Құрметті шенеуніктер, соғыс ісіне келгенде алдына жан салмайтын алып мемлекеттерді тізерлеткен Наполеоннан ақылды емес шығарсыздар. Тағы да қайталап айтамын Наполеонның сөзін: өз әскерін асырағысы келмеген халық басқаның әскерін асырайтын болады.